Suretте мынандай функциясы берилген 4x бөлінген x плюс 1 бұл гиперболада. P нүктесінде қисықтың градиенті неге тең? Мен сендерге алдында айтқам, градиент деген ол не? Градиент, оны k деп беріледі, немесе кейде тангенс альфа дейді. Ол деген кәдімгі функцияның туындысы. Y-дің туындысы міне, Y деген функция беріп тұрса, соның туындысы. Яғни соның туындысын табайық. 4x бөлінген x плюс 1-дің туындысын табу керек. U бөлінген v тең u штрих v минус v штрих u бөлінген v квадрат. Осы формуланы қолданамыз. Тең. Яғни будың орында мына отыр. 4x-тің туындысы ол жай 4 көбейтілген x плюс 1 минус 4x тұрады көбейтілген енді x плюс 1-дің туындысы 1-дің туындысы 0, x туындысы 1 ғой. Ол x плюс 1-дің квадраты мын жақта. Тең. Жақшаны ашатын болсам баларына 4x пен минус 4x қысқарады. Үстінде алымында тек 4 қана қалды. Бөлінген x плюс 1. Міне мына есепті айтып отыр. Функцияда мына функциясы берілген p нүктесіндегі қисықтың градиенті p нүктесіндегі мына p деген нүкте оның x координатасы a болып тұр. Яғни градиент деген x-дің орнына соны қою керек. Яғни 4 бөлінген a плюс 1-дің квадраты осы тең болып тұр бізде 9-дан 1-ге. Бұл a-ның мәнін табында. Енді квадрат теңдеу кәдімгі. Крестін наннаған жеке көбейтсек a плюс 1-дің квадраты тең болады 409-36. 36 деген 6-ның квадраты. Значит, a плюс 1 ол тең 6 немесе a плюс 1 тең минус 6. Бірақ мұнаны алмаймыз мұнаны. Неге? Өйткені біз көріп тұрмыз суреттен ақ сызбасы беріп тұр. A оң сан екені. Мына жақта оң жақта жатыр. Бұл жерден қазір терістен шығады. Сонымен мына бірінші тең деп шығара саламыз. A 6 минус 1 A тең 5. Штрихталған аймақтың ауданын табыңдар дейді. Сызықты трапецияның ауданы деген мынадай. A-дан B-ға дейін мынаның ауданы мынау f болатын болса, S тең интеграл A-дан B-ға дейін f от x dx деп. Ньютон-Лейбниц формуласы деп. Бұл A-дан B-ға дейін A-ның орнында неше тұр? 0. 0-ден 5-ке дейін, 0-ден 5-ке дейін. Функциямыз міне мынау ғой, функция f десек, ол міне мына өріне 4x бөлінген x плюс 1. Яғни 4x бөлінген x плюс 1 dx. Ну давайте мына интеграл главный енді өзіне. Мынау бізде уже мынау үшін бал беріледі. Сендер Ньютон-Лейбниц формуласын білесіңдер, сол ең маңызды. Ары қарай енді интегралдау техникасы 4x x плюс 1-ге бөлу үшін бізге қашанда болу керек. Бізде интегралдар кестесінде мынау 1 бөлінген x-тің немесе 1 бөлінген t деп жазады x-тің басқа. Осының интегралы ln t екен білеміз. Яғни 1 бөлінген, допустим, ну, к примеру, 7x плюс 5-тің де интегралы ол ln 7x плюс 5. 7-ден коэффициент болғаннан 7-ге бөле саламыз. Енді осыны ғана білеміз ана неде. Осыған келтіру үшін алдымен, сонда біз мынаны бүйтемін, пока интеграл алмаймын, 0-ден 5-ке деп тұра береді. 4 шығарамда x плюс 1 деп жазам, астына бөліну үшін. 4x плюс 4, значит, минус 4 деп жазым керек. x плюс 1. Тең. Енді 4-ті біріншісін мынаған бөлсем, 4 қана қалды. Минус 4 бөлінген x плюс 1. dx. 0-ден 5-ке. Тең. 4-тің алғаш функциясы балалар. 4x минус, мына 4 коэффициент ретінде тұра береді. 1 бөлінген x плюс 1-дің интегралы ln x плюс 1. Шектері 0-ден 5-ке. Біріншісі 5-ті қоям. 20 минус 4 ln 6. Минус, енді 0-ді қоям. 0 минус 4 ln 1. ln 1 0-ге тең, сонымен мынаны түгел 0 бұқты. Сонда жауабы 20 минус 4 ln 6. Міне мынау жауабы.